Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздермен өте дәмді шарлотка пирогын жасайтын боламыз. Пирогқа керек барлық құрамды астына жазып кететін болам. Алдымен ұн мен қопсытқышты қосып, екеуін араластырып аламыз. Басқа ыдысқа жұмыртқамызды саламыз, оның үстіне қантты саламыз және шым-шым тұз қосамыз да, үшеуін жақсылап 2-3 минуттай араластырып аламыз. Осылай миксерлейміз. Оның түсі жаңағындай ағарып және көлемі осылай үлкеюі керек. Мен бұл пирогқа 2 алманы қолдандым. Қышқыл алма қолданған дұрыс болады. Бірінші алманы ішіне қосатын болғандықтан осылай кубик қылып турап шықтым. Барлығында осылай кубик қылып турауға болады. Ал екінші алманы үстіне қоюға осылай турап шықтым. Енді жаңағы кубиктарымыз ішіне саламыз да барлығын араластырып аламыз. Ұнды електен өткізе отыра, не болмаса електен өткен ұнды осылай 3-ке бөліп салып отырамыз. Араластырған кезде тек қана жоғарыдан осылай төменге қарай араластыруымыз керек. Жаңағы бізде көтерілген жұмыртқа мен қанттың массасы түсіп кетпеуі керек болады. Қалған барлық ұн мен қопсытқышты да солай салып араластырып аламыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, онда сіздердің пирогтарыңыз биік болып шығады. Енді формаға саламыз. Менде мұнда 22 диаметрлік форма. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскен шпажкамен анықтаймыз. Қалған бір алманы үстіне қойып шықтым. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер.